75 келі салмақта маңғыстаулық Дәулет Бейсенқұлы қарсылас шақ келтірмей жеңіс тұғырының еңбек сатысына көтерілді. Дәулет қазақ күресінен 4 дүркін ел чемпионы Әділ Бейсенқұлының баласы. Әке жолын жалғастырған Дәулетте шеберлігімен көзге түсіп, жиналғандар ризашылығына бөленді. Ол финалда астаналық қарсыласын айқын басымдықпен ұтып, алтыннан алқа тағында. Финалда зацеп және передний таятоши дейтін приемды ойлап шықтым. Ол әдіс шықты. Соң қуаныштымын.